мерекесі. Ассалаумағалейкум беке. Мереке құтты болсын. Мына Алматы қаласының тәуелсіздік алаңында халықпен бірге тойлап жүр екенсіз. Осы той көңіліңізден шыға ма енді? Той үлкен той. Бұл өлшеусіз, атап айту қиын, маңызын атап айту қиын, өте үлкен той. Ұлы мереке, қазақтың ұлы мерекесі. Бұл тәуелсіздік күні деген енді қасиетті ұғым, қасиетті мереке ғой. Ал тойлануына келсек, қазіргі таңда әрине қазір оған сай келмейтіні анық. Өйткені әне мәшинелер дұрылдап өтіп жатыр. Халықтың мына кішкене митингінде әдемі сөздер жұртқа жетіп естілмей жатыр. Оның бәрі ұйымдастырудың кемшілігі болар, жалпы біздің биліктің әлі де назар аудармайтынының кемшілігі болар. Кеше бір үкімет үйінде, қаланың үкіметінің үйінде бір жиын болды, сонда айттық, мына тәуелсіздік күндігін ұлы мереке. Ал мына екі шырша қойып қондарыңызды көріп отырмыз. Жанына жаңа жылмен де құттықтап қойыңыздар. Іс жүзінде біз неге тәуелсіздік күнімен елді бірінші құттықтап алмаймыз? Неге бірінші тәуелсіздікті жақсылап тұрып атап өтіп, содан кейін бар жаңа жылға көшпейміз деген мәселе айтылып жатыр да, міне сол шынында өзі сол көрініп тұр. Елге тәуелсіздіктің мәнін жеткізу жеткіліксіздеу болып тұрған сияқты. Ел мына үлкен мерекені өзінің деңгейіне лайық халық ән мәніне жете түсірмеген сияқты. Ол бұл жерге келгендері қатыссыз, жалпы халықтың. Өйткені бұл жалпы халық мерекеге айналмағандығының белгісі, мына алланың өзін қазір сол күнделікті күйбеңге машинамыз жүрістірсе салып қойып тұрмыз. Мына ұлы мерекеге келген адамдар бірдің дауысын бере естімей, себебі әне машиналар дүрілдеп өтіп жатыр. Оны уақытша тоқтатып тұруға болмай ма? Болар еді. Оны мына жерде дыбыс шөгіш қойып мына айтылған сөз халық естілетін етуге болар ма еді? Болар еді. Оның бәрінің ұйымдастырудың кемшілігі ол сол меніңше дегенмен билікке жатады. Әрине біздің осы билікке кеткен адамдарды ұйымдастыру керек шығар, бірақ олардың қолында көп нәрсе жоқ қой. Көп нәрсе билікте. Сондықтан біз өкпе назымызда әдетте билікке айтамыз. Биліктің халықпен бірге бола алмағанын айтамыз. Өкінішке қарай бұл солай болып тұр, бірақ келешекте дұрыс болар деп ойлаймын. Өйткені жаңа айтқанымдай, себебі билік жалпы халықтың сөзіне құлақ асып тұңғыш рет. Мұны халықтың наразылығына құлақ асып, кеше мына ел бірлігі доктринасының жобасын талқылауды шегіндірді. Демек, жалпы қоғамдық пікірмен жалпы санасады. Бұл санасу арта берсін деп ойлаймыз. Егер де осындай халықпенен, қоғамменен биліктің арасындағы байланыс нығая беретін болса, бәрі дұрыс болады. Иншалла дұрыс болу керек.